Достар, сәлем. Бауырсақтың дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын жасалу жолын көрсетемін. Бұл менің екінші анамның рецептісі, сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтке тұз бен қантты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң жұмыртқаны қосамыз, араластырамыз. Араластырып болған соң шит майды қосамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнның барлығын бірден қоспаймыз. Жайлап кішкенеден салып араластырып отырамыз. Енді осыдан соң аштығын қосамыз. Аштығын да осылай венчикпен араластырамыз. 5 минут, 10 минуттай күтіп, одан соң ұнның барлығын салып отырамыз. Қамырды жұмсақ қылып илейміз. Сонда бауырсағымыз өте жұмсақ болып, әдемі пісетін болады. Қамырды жұмсаққа билеген соң 2 сағатқа бетін жауып, ашытып қоямыз. Міне 2 сағаттан соң қамырымыз осылай көтерілді. Мен оны 2 рет арасында басып қойдым қамырды. Міне мен қамырды 2-ке бөлемін. Бір бөлігін қазір бауырсақ пісіремін, екінші бөлігін мұздатқышқа салып қоямын. Ыстықтай бауырсақ пісіріп жейтін боламыз. Міне мен осы қамырды енді 2-ке бөлемді, жұқа қалың қылмай орташа қылып жаятын боламын бауырсаққа. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша домалақ, 4 бұрышты, 3 бұрышты қылып кессеңіздер болады. Одан соң осындай бір тақтайшаға немесе осындай үстелдің үстіне қойып, 10 минутқа бетін жауып қою керек. Сонда бауырсақтар көтерілетін болады. Енді қызып тұрған майға бауырсақтарымызды 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл рецепт тексерілген, қолданылып жүрген рецепт. Сондықтан да қорықпай осы рецептпен жасай берсеңіздер болады. Және де видеоға лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне өте дәмді жұп-жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де менің арнамда көптеген тағамдардың рецепттері бар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.